Kırmamalıdır Tokayev diyorum. Tokayev'de görek yeterek olma. Қазақ елі қазақ конституция жазылғандай мына билікті қазақ халқы өзі алу керек. 6 күннен бастап ешкім интернет болған жоқ, телевизорда тек қана террорист. Осы жерде болдық, бірде-бір террорист болған жоқ. Қарапайым халық, олардың қолдары қазір қанға батты. Бұл билік заңсыз билік. Халық өзі алу керек. Әділ сайлау болу керек. Назарбаев 30 жыл бойы халықты тонады. Бай елді, кедей қылды, қайыршы қылды, не сұмдық мынау? Халық ояныңдар. Мына ел біздіке, сендердіке, балалар бізге, ертең ұрпаққа не қалады? Ана Әлия деген қызы Утилизбордан 3 жылдың ішінде 1 миллиард кезеге шығарыпты. Олар өздерінің болашақтары мына елмен байланыстырмайды. Ал Кореяда қаңғырып жүрген 100 мың қазақ 1 жылда 2 миллиард жібереді екен. Міне еліміздің экономикасында қарапайым халықтың ақшасын алып жатыр. Аналар ұрлап, шетелге шығарып жатыр. Сондықтан халық ойланыңдар. Мына Айыздар, кінаңда Алла көрмей ме? Сені де алар тергейді. Сені де алар тергейді. Көкке жетіп, дауысың, көріңде өкір, көркеуде. Босат қазақ жастарын, кінәсі жоқ, олардың жаса белге қастандық. Жаса белге қастандық. Тірлігіңнен оңар кім? Осыны біліп қойындар. Тамаған жастарды бәрін бостандыққа талап етеміз. Бостандық ешқандай адам террорist емес. Қанша маньяк болсаңдар, жауыз болсаңдар да, сендер ана өмірге барасыңдар, жауап бересіңдер. Әрбір өлген адамның да, судың да сұрауы бар. Сондықтан мынау қайтыс болған адамдардың әрбір несіне, мынау өлген менттерген емес, мынау қайтыс болған қарапайым халыққа негізі сол кісілерді жоқтау көрсетіп, жоқтау айтып, көрсетудің орнына наоборот менттер неғып отыр. Ол дұрыс емес негіз. Халық осының бәрі ашынғаннан істеп отыр. Ешкім ұрлаған жоқ, өздері бәрі заставлять етіп, ұрып соғып. Мені де қамады, 3 күн үйімде кәдімде аңдыды, ештеңе істей алмады. Мен давай докажи, менің дәлелін көрсет, дәлелің жоқ па, ештеңе істей алмайсың деген кезде мен жіберген, сөйтіп байымды ұрып соғып, қамап отыр. Олар дұрыс емес негізі. Адамдарды кәдімгі қинап, азаптау деген. Бұл айуандық. Айуанды бұл соншама адам малдың баласына жан ашиды. Адам малдан да жаман болды ма? Не көрді соншама? Сөйтіп қорлатындай. Өздерінің ұрпағы жоқ па, келешегі жоқ па? Сонда соншама үйтіп қинайтындай, қорлайтындай. Сондықтан босатыңдар, талап етемін.